Баршаңызға қайырлы күн. Осындай керемет кешкі асқа, түскі асқа осындай керемет ас дайындауыңызға болады. Ол үшін бізге фарш қажет болады. Менде 500 грамм фарш, 2 жуа, орташа осылай немен измельчителмен жуамызды сақтап алатын боламыз. Енді фаршымызға тұзымызды, борщымызды салып аламыз. Содан соң жақсылап араластырып, араласып шығатын боламыз. Нанымызды сүтке малып алып, осындай жұмсақ езілетіндей қылып, кішкене сүт құйып нанымызға, содан соң нанымызды осылай езіп алатын боламыз. Менде 3 тілім нан. Осылай араластырып аламыз. Сүт болмаса, наныңызды суға салып, осылай салғанда көп қоймайсыз, кішкене ғана езіп алуыңызға болады. Жақсылап араластырамыз. Мінекей оған дейін, осы фаршымыз жасап атқанға дейін 4 картопты сыртына ашып, суға пісіріп жатырмын. Бізге қажет болады қазір. Мінекей фаршымызға енді бір жұмыртқаны салып аламыз. Жақсылап тағы да араластыратын боламыз. Енді рожкемізді пісіреміз. Майға немесе маргаринді алып, соған шыжғыратын боламыз. Рожкемізді өте дәмді шығады сол кезде. Осылай міне қызарғанша шыжғыратын боламыз. Үстіне дәмдеуіш қосыңыз алады. Өзіңіз қалаған. Осылай араластырып отырамыз. Рожкеміз қызарғанша. Қызарып жатыр. Мінекей рожкелеріміз. Енді су қоямыз. Суымыз рожкелер суға батып тұруға жетті. Тұзымыз салып аламыз. Бетін жауып, пісіруге қоямыз. Мінекей картоптарым пісті. Менде 5 картоп бөліп салған. Пісті. Оны көп қажет емес. Бетіне салатын боламыз.
картофелімізді езіп, тұзымызды салып, бұрышымызды салып аламыз. Содан соң сүтімізді қоямыз, кішкене ғана, аздап қана. Егер картофеліміз қатты болып жатса, тағы да кішкене су қосып жібересіз. Мінекей осындай болып жұмсақ, нәзік осындай пюре шығу қажет. Қаттылау болса, сүтіңіз қосып жіберіңіз. Енді фарштарды осылай істеп алдым, дөңгелетіп. Астына майын жағып алдым противеньге. Енді бетіне осылай жағып шығатын боламыз. Пюрені салып шығатын боламыз бетіне. Мінекей салып шықтым пюремізді. Енді бетіне сырымызды салып шығамыз. Сырымызды алдын ала теркіден өткізіп аламыз. Содан соң бетіне салып шығатын боламыз. Менде жарты 500 грамм фарштан 10 котлет шықты бізде. Егер көптеу жасағыңыз келсе, 2 есе қылып көбейтесіз соны. Онда 20 котлет шығады сізде. Енді соусын дайындаймыз. Жылы суымызға немізді қаймағымызды салып, жақсылап араластырып, содан соң томатымызды саламыз суымызға. Екеуін жақсылап араластырамыз. Енді құйып шығатын боламыз. Пешімізді алдын ала қыздырамыз. Қыздырған кезде менде әсел пеш, үсті күйіп кетпес үшін сырымыз тек қана астыңғы пешін ғана қосамыз. Барлықтарыңыз аз болсын, ұнаса лайк басып тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз.